Ассалаумағалейкум, қалай достар. Бүгін осындай логотип жасаймыз. Бұл логотип жасау үшін біз осылай линия қойып аламыз. Осылай басып аламыз. И осылай жылжытамыз. Alt Shift ұстап тұрамыз. И осылай басып жүреміз. Ctrl S, Ctrl F дейміз. Айналдырып қойып қоямыз. 1, 2, 3, 4, 5 дейді. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Окей. Сол қойып қоямыз. Сәл күшейтейік. Енді осы жерге круг қоямыз. Ctrl S, Ctrl F дейміз да. Осылай қойып қоямыз. Пока шетке көшіріп қоя тұрайын. Осын белгілеп аламыз. И осылай жерде белгілеп шығатын боламыз. Осыны аламыз. Ctrl S, Ctrl V дейміз. Пипеткімен түсін таңдаймыз. Жалпы, достар, осымен біздің логотип жұмыс дайын болды. Мінекей достар, осымен біздің логотип жұмыс дайын болды. Сіздерге пайдалы болсам, лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Егер де логотип керек болса, маған жазыңыздар, ақылды түрде жасап беремін. Жарайды, жақсы, сау болыңыздар.